Ауылда тұрып мал асырамауға болмайды. Бұл Тайынша ауданының тұрғыны Башир Богатыревтің пікірі. Кәсіпкер мемлекеттік сыбаға бағдарламасымен 30 миллион теңге несие алып, оған 160 бас ірі қара сатып алды. Істің көзін тапқан азамат тағы да 230 бас сиыр алуды жоспарлап отыр. Бұл жайында туралырақ келесі бейнематериалда. Осыдан бірнеше жыл бұрын Башир Богатырев үшін жеке ферма ашу арман ғана болатын. Бүгін міне сыбаға бағдарламасы арқылы 270 малының иесі атанып отыр. Былтыр мемлекеттік бағдарламамен 160 бас ірі қара сатып алған ол, тағы да 230 бас зеңгі баба түлігін алуды жоспарлап отыр. В деревне жить, как говорится, животноводство не держать. Ауылда тұрып мал бақпау жалқаулықтың белгісі. Мен осы малдарымды 1000 басқа жеткізсем деймін. Алғаш біз ауланған сиырлардың сүтін сауған жоқпыз. Келесі жылдан бастап оларды сауып сата бастаймыз. Бүгінгі күні жайлауда Герефорд, Сементал, Қазақтың Ақбаш және Далалық қызыл тұқымда сиырлары жайылып жүр. Оларды күтіп баптауға 7 адам жұмылдырылған. Мал шаруашылығын дамыту бағдарламасымен аудан әкімдігі кәсіпкерге 500 гектар жер бөліп берді. В этом году, например, Биыл сыбаға, құлан, алтын асық бағдарламаларының қатысушыларына бірінші кезекте жер беріледі. Ал субсидияға келер болсақ, бір бұқаға 30 бас сиырдан есептегенде. Олардың әрбіріне жылына 18 мың теңгеден ақша берілсе, бұқа сатып алу үшін 154 мыңдық көмек көрсетіледі. Тайынша ауданында сыбаға бағдарламасы аясында қолға алынған 2 жоба мақұлданса, тағы 5-еуі қаралуда. Бұл дегеніміз аудандағы ірі қара саны тағы да 700 басқа артуы ықтимал. Самат Сапаралы, Дарья Дмитриенко, Дулат Мусафиров, ақпарат.